Электромагниттік толқындар спектрі. Электромагниттің толқынның жылдамдығы С білеміз 3,18 дәрежесі метр секунд. Және формула бойынша ол тең лямбда көбейтілген жиілік. Енді осы толқындардың осы толқын ұзындығына және жиілігіне қалай жіктелетін екен анықтайық. Ең бірінші, егер жиілігіміз 10-12 дәрежеден төмен болса, және толқын ұзындығы 10-4 метрден одан жоғары бірінші километрге дейін болса, бұл спектрдегі толқындарға біз радио толқындар дейміз. Негізгі радио толқындардың қайнар көзі ол температурасы 3 кельвин ашық космос болады. Күнделікті өмірде осы радио толқындар бізде антенналарда, телевизия станцияларда қолданылады және радиоларда қолданады. Келесі спектр ол инфрақызыл сәулелер. Егер жиілігіміз 10-12 дәрежесі герцтен 4,3-14 дәрежесі герцқа дейін болса, толқын ұзындығы 3,10-4 метрден 7 көбейтілген 10-7 метр аралығында болса, айтқан сияқты бұл инфрақызыл сәулелер болады. Көбінесе инфрақызыл сәулелердің қайнар көзі 10 кельвинден 3000 кельвинге дейін қыздырылған денелер болады. Адам бұл инфрақызыл сәулелерді жылу ретінде сезеді. Ыстық денелерден келген жылу бұл инфрақызыл сәулелер. Осы инфрақызыл сәулелерді адамзат техникада кейбір заттарды кептіру үшін қолданылады. Кептіру және жылыту үшін қолданылады. Үшінші спектр ол көрінетін жарық. Егер жиілігіміз 4,3-14 дәрежесі герцтен 7,5-14 дәрежесі герцқа дейін болса, толқын ұзындығы 7,10-7, 4 көбейтілген 10-7 метр аралығында болса, бұл көрінетін жарық. Осы көрінетін жарық арқылы адамзат, яғни біз қоршаған ортамызды көре аламыз. Ол көбінесе 3000 кельвиннен 10.000 кельвинге қыздырылған денелер шығарады. Мысалы, күннің бетіндегі температура осында болғандықтан ол көрінетін жарық шығарады. Төртінші топ ол ультракүлгін сәулелер. Егер жиілігіміз 7,15-14 дәрежесі герцтен 10-16 дәрежесі герц арасы болса, толқын ұзындығы 4,10-7, 3,10-8 дәрежесі метр болса, бұл ультракүлгін сәулелер болады. Ультракүлгін сәуле қайнар көзі 10.000 кельвиннен жоғарғы қыздырылған денелер. Ультракүлгін сәулелердің биологиялық активтілігі өте жоғары. Сондықтан осы ультракүлгін сәулелердің әсерінен барлық бактерия және вирустар өледі. Осы ультракүлгін осы қасиетін медицинада және техникада заттарды, бұйымдарды стерилизациялау үшін қолданылады. Кәдімгі күннен келген жарықтың ішінде де ультракүлгін сәулелер бар. Сондықтан адамға күн астында көп күйге өте зиянды болады. Бесінші топ бұл рентген сәулелер. Жиілігіміз 10-16 дәрежесі және 3,10-18 дәрежесі герц арасы болса, толқын ұзындықтары 3,10-8, 10-10 метр аралығында болса, бұл рентген сәулелер болады. Рентген сәулелердің шығу көзі, егер өте жылдам электрондар қатты металды тежелетін болса, рентген сәулелер шығады. Рентген сәулелер көбінесе бізде медицинада, флюорографияда қолданылады. Соңғы топ бұл гамма сәулелер. Гамма сәулелердің жиілігі 3,10-18-ден 3,10-29 дәрежесі герцке дейін кетеді. Толқын ұзындықтар 10-10-10-21 дәрежесі метр болады. Көбінесе гамма сәулелердің шығу көзі бұл атом және элементтердің өзара түрленулерді және ядролық реакция кезінде шығады. Гамма сәулелердің биологиялық активті өте жоғары, сондықтан бұл тірі организмге өте зиянды болады.